Студент кезімде мен коммуналдық пәтерге көшкен едім. Дәлірек айтсақ, бұл коммуналдық пәтер емес еді. Бұл Сталин заманындағы ескі кірпіш үй болатын. Төбелері үлкен, қабырғалар қалың, ұзын биіктеген. 80-90 жылдары бұндай үйлерді отбасылар алатын. Пәтердің көп бөлігі иелері бар, ортақ бөлмелерге айналып кеткен. Бөлмелердің бірі босады. Мен сол жерге бардым. Пәтер 3 бөлмелі болды. Оның бірінде қартайған әже тұрды, ал қалған тұрғындарды мен мүлдем көрмедім. Оқу басталды. Мен сабақтан алаңдататын заттарға мән бермедім. Бүгін әже бір жаққа кетіп қалды. Мен есікті ашып қойдым. Түнде бөлмеде ыстық болды. Көрші бөлмеде де тыныш болды. Мүмкін ол екеуі бірге кеткен шығар. Әже оған күнде қонаққа келіп тұратынын көретінмін. Түнде мен ұзақ уақыт бойы ұйықтай алмадым. Маған дәлізден бірдеңелер естілді. Біреудің әбігері, жүрісі, немесе тыныс алуы. Сосын мен мүмкін 40 минут ұйықтаған шығармын. Бірақ мен біреудің қарағанын сезіп оянғанымды білемін. Мен төсектен бұрылып дәлізге қарадым. Мен жамандай қорқып кеттім. Басында қозғалмауға тырыстым. Және бұл түсінбей өңбе біле алмадым. Мен ақырындап тұрып есікті жабуды шештім. Оны жапқан соң мен қайтадан төсекке оралдым. Жүрегім аэропортқа ұшып кетті. Және бәрі қойған сияқты болған. Бірақ мен «Маған ертегі айтып берші» деген дауыс естідім. Мен есігінің тұтқасы дірілдеген көрдім. Енді қаттырақ дірілдеді. «Маған ертегі айтып берші». Есік тарс еткен дауыспен ашылды, бірақ оның артында ешкім болмады. Мен көрші бөлменің есігі жабылған естідім. Бұл мақұлық бөлмесіне оралған болар. Келесі күні мен көршіме кешегі оқиғаны айту үшін күттім. Бірақ ол келмеді. Мен есігіме жаңа құлып орнатып, есікті қатты жаптым. Маған ертегі айтып берші. Таңертең мен жабық бөлмеге ол мақұлық туралы не ойлайтынымды айтуға кірдім. Бірақ ішінде дым болмады. Іші бос болды. Енді мен әже не үшін көршімен ол бөлмеге кіргенін білгім келмеді. Мен сол күні әжені күтпей сол пәтерден табанымды жалтыраттым.